Қайырлы күн. Қал жағдайларыңыз қалай? Ораза ұстап жатырған жандар, оразаларыңыз қабыл болсын. Қалайсыздар? Жақсысыздар ма? Сәлеметсіз бе? Мен асыға күттім. Көп рахмет күткеніңізге. Әзірше барлығы жиналғанша авторларды қоса тұрайын, нәтижелерімен бөліссін авторлар. Калима ханым, шығасыз ба тікелей эфирге? Бөлісесіз бе нәтижеңізбен? Айта кететінім, 15 ақпан күні мен өз тағдырым автор медитация курсы басталды ғой. 24 ақпан күні тіркелу жабылады. Ертең, яғни 22 ақпан күні 14:00-де мен ақша техникаларын берем. Егер де ақша техникалары керек болса, төлем жасап, түбіртекті менің телеграмма жіберіңіздер. Барлық ақпарат инстаграмда стористе бар. Төлем жасап жіберіңіздер, мен сізді бірден курсқа тіркеймін. Ал әзірше, Калима ханым, сізге запрос жібердім. Бүгін таңертең мен 9 қараша күні басталған сабақты бастаған авторларға 5-ші тікелей эфир өткіздім. Соңғы қалған сұрақтарына жеке-жеке жауап бердім. Енді 5-ші тікелей эфирдің соңында авторлардан сұраймын ғой. Сұрақтарыңыз бар ма десем, жоқ дейді. Сұрақ болмайтын дәрежеге жетесіздер, сабаққа келсеңіздер. Курсқа қалай тіркелеміз? Курсқа тіркелу үшін менің дайректіме жаза кетіңіз. Мен сізге толық ақпарат берем. Немесе стористе қазір Каспи сілтемесі бар. 12 айға дейін бөліп алуға болады, просрочкамен. Каспирет бар. Сол сілтемені басып, төлем жасап, менің телеграмма толық аты жөніңізді және түбіртегіңізді жібере қойыңыз, мен сізді бірден сабаққа тіркеймін. Сабақтың бағасы 155 теңге. Дайынмын. Калима ханым, қосты ма сізді? 2024-тен бері онкологиямен емделіп жатқан адаммын. Енді бірінші кезектегі мендегі ойым ақша болды. Техникалар жасайым. Бір ай болмай, где-то бір 22-23 күнде 3 миллион ақша түсті ғой маған. Өзінен өзі түсе берді. Декабрьде жаздым, УЗИ аппаратым таза шықты деп. 12 январь күні түстім, УЗИ аппаратым таза шықты. Одан кейін ПЭТ аппаратым таза шықты. Оны 2 ай жаздым. Кеше әбетте ең соңғы нені алып тұр тап-таза деп шығарды. Балам армиядан кейін оқуға қайтып қабылдана алмай қалды. Машинаның ішінде кетіп баратын, таксидің ішінде. Жасап келдім дағына. Сөйтіп бір 3 сағат өткеннен кейін балам звондап тұр. Тура сол мұғалім бөліп төлеуге келісіп балам оқуға кірді ғой. Менің бизнес класс арманым ұшу. Бірақ мен оны жазған жоқпын, өзім ойша жасап жүрдім. Соңғы химиямды алып біттім деп Құдай тамағымды бердім да 29 күні Астанаға билет алдым. Білесің шығарсың, спальня сияқты бүйтіп жататын бизнес класс бар емес пе? Соған түстім. Бизнес класспен Астанаға бардым. Кәдімгі бизнес немен күтіп алды. Машинамен досым, не дейді, правительский машинамен. Терезенің алдында жатып ұштым ғой, мен тағдырыма 1000 алғыс дедім. Ал ақша жөнінде менде вообще проблема жоқ. Ойламаған жерде машинам сатылды, кредит жабылды. Өте керемет ризамын. Рахмет. Не жайлы әңгіме болып жатыр дейді. Мен өз тағдырымның авторымын, медитация курсының авторымын. 15 ақпан күні сабақ басталды. Тіркелу 24 ақпан күні жабылады, сабаққа тіркелу. 5 тікелей эфир болады, әр тікелей эфир 3 сағаттан. 26 медитация беріледі. Яғни өз өміріңнің нағыз шебері болу өнерін меңгересіздер бұл курста. Ал бұл тікелей эфирге шығып нәтижесімен бөлісіп отырған автор, қараша айында сабақ алған автор. Міне, онкология өзінің ауруын жеңіп, қалаған өмірін сүрді бастады. Өмірін қалағандай сүрді бастады. Міне. Бұл медитация курсы ғылыми дәлелдерге негізделген медитация курсы. Сіздер, егерде қазір осы тікелей эфирде отырған болсаңыздар,
Сіз тектен тек жай ғана мені көріп отырған жоқсыздар қазір. Сіздер менің көріп отыруыңыз, дәл қазір осы тікелей эфирде отыруыңыз, ол біздің, яғни сіздің тербелішілігіңіз бен менің тербелішілігім бір-біріне үйлескесін. Қазір сіз осы тікелей эфирде отырсыз. Сіз білесіз негізі іштей. Өте талантты адам екеніңізді. Яғни сіздің ойлау қабілетіңіз өзгеше, және сіздің қолыңыздан барлығы келетін сіз негізі іштей білетін жансыз. Қапшықтап ақша таба алатыныңызды сіз білесіз. Тіпті егер де қазір сіз зейнеткер болсаңыз, сіз өзіңіздің балдарыңызды да қапшықтап ақша таба алатын, керемет шалқып өмір сүре алатын адам екеніңізді негізі іштей білесіз. Сол үшін сіз қазір осы тікелей эфирде отырсыздар. Бұл тікелей эфирде тек қана өмірін түбегейлі өзгерткісі келетін, жол іздеп жүрген, яғни бағдар іздеп жүрген жандар отыр. Және де сіз өміріңізді өзгерткіңіз келгеннен, мына әлем қалай жасалады, қалай армандарды лезде орындауға болады. Айтпақшы, армандардың энергиядан материяға кіру үшін тек қана 68 секунд керек. Кез келген қалау энергиядан материяға 68 секундтың ішінде кіре алады. Яғни ойлағаныңыз алдыңызға келе алады. 68 секундтың ішінде. Және бұл физика. Міне. Енді өмір негізі өте қарапайым. Сіз осы өмірдің қалай жасалғанын түсініп алсаңыздар, болды. Өмір сіздікі. Қалайсыз ба, өміріңізге келеді, қаламайсыз ба, мейірімді түрде кетіп қалады. Ол нәрселер. Жағдай болсын, адам болсын. Сонда бұл өмірде біздер ешкіммен арпалысудың қажеті жоқ, ешкіммен ұрысудың қажеті жоқ, ешкімге бірдеңені дәлелдеп, ешкімге бірдеңе айтудың да қажет жоқ. Барлығын үндемей қатыруға болады. Өйткені бұл энергия, өмір энергиядан тұрады. Және де сіз қазір осы тікелей эфирде отырған болсаңыздар, сіз бостан бекерден келіп отырған жоқсыз, сіз өзіңіздің өміріңізді түбегейлі өзгерткіңіз келгеннен, сұрағаннан бұрын, жол іздегеннен сіз қазір осы тікелей эфирде отырсыз. Бұны мен өз өмірімнің автор болу өнерін мен сіздерге минус тағдырым автор медитация курсында үйретемін. Келіңіздер. Бағасы 155.555 теңге. Доступ сізге 4 айға беріледі. 4 айдың ішінде барлығын бірде-бір жасасаңыздар, нәтижені негізі 1 аптадан кейін көріп бастайсыздар өздеріңіз. Нәтижені көргеннен кейін, яғни осылай нәтижеңізбен бөліссеңіздер, 2-3 минутқа, мен сізге тағы да 2 айға созып берем, сонда сізде доступ 6 айға болады. 6 айға доступ болады. 6 айдың ішінде бүкіл сабақтардың барлығын жазып, конспектлеп, бірде-бір жасасаңыздар, жандарым, сол өмір дейтін өте қызық. Тіпті өмір сүру қызық болады сізге. Және де мына өмір дегеніміз ойын ғой бізде. Біздер қазір 3-ші өлшемде ойын ойнап жүрміз бәріміз. Өмір деген ойын ойнап жүрміз. Және де сол ойынды біздер қалай дұрыс өзімізге жақсы ететіндей етіп жасап алуға болады. Автор біз өзіміз, әр адам өз өмірінің авторы. Яғни сіз кез келген қазір сезілген ойларыңыз арқылы келесі сәтіңіздің сценарийін жазып жатырсыз. Міне. Осыны мен сабақта терең үйретемін. Сабақ, тіркелу 24 ақпан күні жабылады, ал ертең екінші тікелей эфир болады бізде. Ертең екінші тікелей эфирде ақша техникаларын берем. Сіз тіпті
жұмыс жасамай-ақ ақша техникаларын жасай берсеңіздер, мына ғалам бар ғой, барлығын не істейді ғой. Сіз ақша техникасын жасаған сәтте, ғалам барлығын сіз үшін үйлестіріп бастайды. Яғни, отбасыңыздағы адамдардың саудасын жүргізіп жібереді. Оларға ақша жібереді, клиенттерді жібереді. Осылайша, сіз ақша техникасын жасаған сәтте, мына, егер де зейнеткер болсаңыз, мысалы, ұлыңыз немесе қызыңыз делік. Соның ойына идея келеді. Энергия ғой бәрі, көрдіңіз бе? Бәрі Wi-Fi сияқты жұмыс жасайды. Сіз ақша техникасын жасадыңыз ғой қазір. Жасап жатырған кезде, мысалы, ұлыңызға идея келеді. Мен анама осындай сома бергім келеді дейді. Яғни сіз техникаға жасаған соманы сіздің ұлыңыздың миына келіп қонады идея ретінде. Анама ай сайын осындай табысты бергім келеді. Жай ғана. Сый ретінде ай сайын бергім келіп отырады. Деген сияқты оған идея келеді. Және де сол идеяға ұлыңыз әрекет етіп бастаған кезде табысты болып бастайды. Ақша соған келеді. Сіздің жасаған ақша техникаңызға. Сондықтан ақша қайдан келеді, кім береді деген сұрақтар өте көп болады оқырмандардың арасында. Әрине, басында да мен ақша техникасын жасардың алдында менде де ойладым, ол қалай келеді деген сияқты. Біздер логикаға сүйеніп кетеміз ғой. Яғни ой, жұмыс жасамасам ол қайдан келеді, ол кім береді оны, қайдағы ақша деп та, мысалы, логикаға беріп кетеміз ғой. Сондықтан бұл өмір энергиядан тұрады. Яғни сіз жасаған сәтте біреудің ойына келеді, сол ақшаны сізге беруге. Сондықтан біздер жүйелі түрде жасауымыз керек. Міне. Ал егер де жас болсаңыздар, зейнеткер болмасаңыздар, әрине әрекетке берекет. Әрекет етесіздер, бірінші ақша техникасын жасайсыз. Ақша техникасын жасаған кезде сіздің сіздің сататын затыңыз бар ғой. Егер де кәсіпкер болсаңыз, қандай да сіздің қызмет ететін нәрсеңіз бар осы әлемде. Соны сіз ақша техникасын жасаған кезде, сіздің клиенттеріңіз сіз туралы ойлап бастайды. Сізге сіздің затыңыз сатып алуды ойластырып бастайды. Сол моментте, сол секундта. Көрдіңіз бе? Мына сіз қараңыздар. Мен қазір Wi-Fi-мін. Мен модеммін. Wi-Fi менен шығып жатыр. Яғни мен нақты қалауымды анықтаған кезде, маған не керек екен мақсат ойлаған сәтте және техниканы жасаған сәтте, мен соның тербеліс жиілігін жіберіп жатырмын. Және де мен қандай қызмет етем? Сол менің қызметімді клиенттерімнің ойларына келеді. Мен сол нәрсені сатып алғым келеді деген. Сосын клиенттерім мені қалайда тауып, менің затымды сатып алады. Міне. Сондықтан жандарым, сол сіздерге қымбат сату курсын сатып алудың қажеті жоқ сізге. Сату курсын сатып алсаңыздар, сәтті болмайсыздар. Окей, берер нәтиже. Бірақ сіздер ең бірінші жүйке жүйемен жұмыс жасауларыңыз керек. Жүйке жүйе тыныш болу керек. Мына ғалам, энергия, әлем, Құдай дейміз ғой. Бір үлкен күш бар, біздің өзімізден үлкен бір күш бар. Бар екен бәріміз білеміз. Жоқ деп айта алмаймыз. Енді әркім оны әрқалай деп атайды. Сол үлкен күш, ол сіздің жүйке жүйеңіз тыныш па, тыныш емессіз бе? Соған жауап береді. Ал жүйке жүйеңізді сіз 26 медитация берем ғой, мен өз тағдырматтың курсында. Соларды жүйелі түрде тыңдау арқылы сіз жүйке жүйеңізді тыныштандырасыздар. Не? Забира ханым. Забира 59С. Мені қосыңызшы дейді. Забира ханым, сіз қашан алдыңыз сабақты? Қазан, қараша айында сабақ алған авторлар бар ма? Қазан, қараша деп жаза кетіңіз, мен қосам бірден. Айгерім ханым, ұлым март айында ниш мектебіне емтихан тапсырады. Мен техникалар жасау арқылы көмектесе аламын ба дейді. Әрине. Әрине. Бұл өмірде емделмейтін нәрсе жоқ, бұл өмірде жасалмайтын нәрсе жоқ. Тек қана сабаққа келу арқылы сіз жүйке жүйеңізді тыныштандырамыз. Сосын техникалар жасау арқылы энергияңызды үйлестіресіздер. Камила Абилхайр ханым, қосайын сізді.
Камила ханым, қазан 30 қостым. Қабыл алыңыз. Міне, қараша қазан айында алған авторлар қазан нәтижелерімен бөліседі. Менде нәтижелер өте көп. Бізде менің негізі ішкі жан дүниемдегі нәрсе орындалып кетті. Мен 18 жыл болды күйеуімнен ажырасып кеткенмін ғой. Жан дүниемде анамын ғой, енді қыздарымды ойлаймын да, әкесін көрмеді ғой, бұлар әкесіз өсті деп. Қызым қазір Алматыда оқиды. Күйеуім Алматыда тұрады қазір. Басқа семьясы бар. Қызым айтады: "Мама, мен деген папамен кездесетін болдым, оны шақырдым" дейді ғой кафеге. Осы сабақта мен денсаулыққа алғанмын ғой негізі. Но бірақ ішкі жан дүниемдегі арманым орындалып кетіп тұр ғой. Бір жас бір айдан бері көрмеген қызым өзінің әкесімен кездесті, денсаулығым жақсарды, кәдімгідей дұрысталды ғой. Өзім өзгердім, көңіл-күйім өзгерді, медитациялар тыңдаймын. Сол кезде менде жаман нәрселердің бәрі кетіп қалды. Адамдармен қарым-қатынасым жақсы болды, туысқандарыммен қарым-қатынасым жақсы болды. Туысқандарымды үйіме шақырдым, олармен бірдейне конфликт болып қалатын еді менде да. Қазір сол өз-өзінен кетіп қалды. Кәдімгідей өзімді жақсы сезінемін. Каспий голдтан айтакта ақша келіп жатыр, кредиттерім болған, оларды вообще ойламаймын. Өз-өзінен как будто маған жауып кеткен сияқты да. Эфипиз безі деген медитация бар ғой, соны тыңдаймын. Камила, миыңа кортизолды бөлме, организміңді улап қоясың деймін да. Мен жақсы болдым. Бәрі айтады, жүзіңнен нұр шашылып тұр деп айтады. Бұрын менің айнаға қарасам, жүзім қап-қара болып тұратын еді да, түнеріп. Қазір уже қуанамын ғой, кішкене нәрсеге қуанып, сразу мурашка пайда болады. Өте күшті сабақтарыңыз. Алтын шекті. Күнделікті таңертеңнен кешке дейін біздер, білесіз бе, ойымыздағы мына дауыстар бар ғой, неше түрлі. Солар бізді әрлі-берлі сөйлейді ғой. Және де сол ойымыздағы дауыстарды тыңдаймыз деп біздер өмірдің мәнін ұмытып кетеміз. Өмірдің не үшін келгенімізді тек назарымыз жоқта болғаннан көңіл күйіміз түсіп, әр сәтімізден ләззат ала алмаймыз. Міне, оны әр сәттен ләззат алу үшін сізге не істеу керек? Сізге жүйке жүйеңізді бірінші тыныштандыру керек медитациялар арқылы. Сонда ғана сіздер әр сәтіңізден ләззат ала аласыздар. Тіпті авторлар келген кезде сұрап жатады: мурашкиді мен сезіне алмаймын. Естідіңіздер ғой өздеріңіз. Мурашки дегеніміз не? Мурашки дегеніміз ол тәтті сезім ғой. Мына денеңізде, ішіңізде бір көбелектер бар ғой. Ұшып жүретін бір бақыттан басыңыз айналып. Міне, сол сезімді мен сізге қайтарып берем қолыңызға. Өйткені Құдай бізді осындай керемет сезіммен бізді осы үшінші өлшемге жіберді. Бірақ жасымыз жетіге келгенше де неше түрлі бағдарламалар болғасын отбасымызда, анау болмайды, ұят болады, қорқыту, үркіту деген сияқты соның барлығы жабылып, бағдарлама жағымсыз, жаман бірдеңе болып қала ма деген үреймен өмір сүреміз. Көрдіңіз бе? Сонда адам нағыз өзін бақытты сезіне алмайды. Бұрын мен, білесіз бе, мен бағдарламаланған болған кезде мен ойлайтын болдым: мен бақытты болғым келеді деп. Мен бақытты болғым келеді деп. Бірақ сабақты алып, яғни трансформация, мына бағдарлама, әр адамды бағдарлама басқаратынын түсініп алған кезде мен түсіндім. Бақытты дейтін, мен қазірдің өзінде негізі бақытты адам екенмін. Бірақ бақытты емес қылып отырған менің ойымдағы дауыстар. Бағдарлама, яғни. Міне. Сондықтан курсқа келіңіздер. Өмірлеріңіз түбегейлі өзгереді. Нафиса ханым. Нафиса 45 470. Өмірім түбегейлі өзгерді деп айтсам болады мен. Даже күйеуім арақты қойды десең, үйімде сондай тыныштық орын алды. Күшті сезім, күшті. Бірақ өзім Москвада жұмыс істеймін. Табысым деген керемет, бәрі жаққа жетеді. Уже берекетлі болып қалып болдым. Постоянно ауыритын едім. Ол сабақты алғаннан кейін ұштым десем де болады ғой. Керемет, жүрегім тынышталып, мен сезім бұл түсіндіріп айта алмаймын ғой енді. Вообще ауырмайтын болдым. Бір талай қарызымнан құтылдым. Керемет, керемет. Мен әммеге айтам, сабақты алыңыздар деп. Еще мен істеп отырған жердегі жұмыс магазин аша алмай жүрген, олардың ісі жүрісіп кетті, магазин ашып. Рахмет сізге. Көп рахмет айтам. Не деген сұлу жан. Вау. Білмеймін, группада нәтиже жоқ, отырмыз ғой дейді. МММАРА деген. Қай топтансыз сіз? Нәтиже жоқ деп айтып отырған авторсыз ба? Әлде
өтірік жазып отырсыз ба? Қай топтансыз? MMA деген. Қай топтансыз? Неге нәтиже жоқ? Өйткені жүйелік жоқ. Мен сіздерді алдамайым. Не істерде сабақтың бірінші тікелей эфирде айтам. Менің айтқанымды бірде-бір орындасаңыздар, нәтиже күттірмейді. Нәтиже тез келеді. Ал бір күн жасап, 2 күн демалсаң техникалардан. Қалай демалдың техникалардан? Дәл солай техникалар сізден демалады ғой. Келмейді ғой сіздің өміріңізге. Жасасаң бар, жасамасаң жоқ. Бұл логика. Сондықтан жүйелі түрде жасау керек. 1, 2. Медитацияларды жүйелі түрде тыңдап бітіру керек. Өйткені айтып отырмын ғой, нәтиже болу үшін, энергиядан материал кіру үшін сіздің жеке жүйеңіз тыныш болу керек. Әйтпесе мына ойыңызда неше түрлі мазасыз ойлар деген таңертеңнен кешке дейін сөйлейді ғой. Міне, сол сөйлеген кезде энергиядан материал кіргізбейді. Сол үшін келесіз сабаққа. Нәтиже көру үшін. Нәтиже болмау мүмкін емес деп жазып жатыр авторлар. Рахмет сіздерге. Нәтиже жоқ деп айтып отырған, ол сабақты алмаған адам болар мүмкін, білмедім мен. Қойыңдар давайте ондайды. Так, Мулин ханым, мен сізді қосам. Мен негізі денсаулыққа алған болатын. Мен ракпен ауырым. 3-ші стадия. Қазір менде өте күшті. Қазір 2-ші стадияға түсті менікі. Бұрынғы мынау кеудемдегі барлығы все кетті. Ақша жетпейді. Бізде мынау менде дәрі бар ғой, алу керек. Қазір вообще ақша санамаймыз. Толып жатады. Келіп жатыр. Қайдан келіп жатқан білмеймін. Ұлдарыма да ақша келіп жатыр. Кредитіміз болған. Ол да жабылып жатыр. Вообще уайымдамаймын қазір. Қазір денсаулығым жақсы. Больницаға да бет алды бармаймын. Оқуды алыңыздар, қыздар. Рахмет сізге. Әйгерім, ерекше нәтиже болмады. Тек қалаулармен 5 сағат орындалды дейді. Жаным сол. Ол да нәтиже емес пе? Ол да нәтиже ғой. Қалаулармен 5 сағат орындалу. Ол үлкен нәтиже, үлкен жеңістік. Сіз қуаныңыз соның орындалғанына. Және де жалғастырыңыз жасауды. Айттым ғой мен. Мына техникаларды сіздер өлгенше жасайсыздар. Армандар тілезде орындайтын техника мен ақша техникаларын сіз 2 сағат сайын жасайсыздар. Өлгенше. Тағдыр хатын, молшылық чегін жастарыңыз өлгенше жасайсыздар онда. Көрдіңіз бе? Тоқтамаймыз ғой біздер. Ең бастысы тоқтамау. Жасай бересіз. Қазір кішкентай қалауларыңыз орындалды, 5 сағатыңыз орындалды. Кейін одан да көп үлкендер орындалып бастайды. Өйткені сіз, мына айтып отырмын ғой, техниканы жасаған сәтте, немесе жазған сәтте, тағдыр хатыңыз оқыған сәтте, мына Құдай естіп отыр ғой бәрін. Үйлестіріп бастайды. Бірақ сізге оны энергияда материал кіргізу үшін не істеу керек? Сізге жүйке жүйеңізді тыныштандыру керек. Медитацияны көбірек тыңдаңыздар. Курсты қалай алса болады дейді. Сторисімде, Instagram сторисімде осы видеоның астында болады. Курсқа тіркелу телеграм канал бар. Соны басып, барлық ақпаратты сонан оқи аласыздар. Немесе сторисімде Каспиге төлейтін сілтеме бар. Соны басып, төлем жасап, түбіртекті телеграмма жіберіңіз керек болады. Сілтеме сол стористе бар Инстаграмда. Камила, қарашада алдым. Камила 73 ханым. Камила ханым, мен сізді қосайын, қабылдаңыз. Мен ішкі күйім тынышталып қалды. Медитациялар қатты ұнады маған. Күйім тынышталуы. Результаттарым күшті. 5 қалауым бір аптада жазған 3-еуі орындалды. Көп рахмет. Алғысым шексіз, қыздар, алыңдар. Өкінбейсіздер. Күшті болып қаласың. Егер мен чекті қалай жіберемін қосыла алмасам дейді. Чекті менің инстаграмыма жіберіңіз онда, дайректке.
Инстаграмда дайректке чекті жіберіңіз. Телеграм телефон номеріңізді қалдырыңыздар, мен өзім хабарласам. Олмекен Алпысбаева ханым. Так, қазан немесе қараша айда алған авторлар болса, Олмекен ханым қарашада алыпты, қазір мен сізді қосайын. Менде деген өте көп өзгерістер болды. Ал мен ақшаны өзіме вообще қимайтын едім. Мен қазір алдыңғысында 500 мыңға Волгри алдым, полный комплект неде өзіме сыйлық жасап, банклифт алдым 400 мыңға сырғасында. Өзіме ақшаны жұмсаған сайын маған көбірек ақша келіп жатыр. Өзімде де андай оңай жұмыстар келеді. Менде фильмдерді үйлестіре алмаймын да. Қалауыма жаза бердім ғой, мен деген маған күшті нелер келіп бастады. Давай бірге жұмыс жасайық деп стилистер. Мен оларға көмектестім, олар маған көмектесті. Қазір біраз затымды жөндеп алдым. Кредит деген заттың барлығы жабылып кетті. Өзіме керек заттарды жаңағыдай қиналмай сатып алатын болдым. Сол 5 затта маған күшті көмектесті. Үйдегі ыдыстарымды күштілеп алдым. Соларды жаза бергенмін ғой. Ыдыс алдым, ваз алдым. Вазға күнде жаңағы гүл алып келеді күйеуім деп. Соның барлығын жаза беріп, соның барлығы менде орындалды. Рахмет сізге, алғысым шексіз. Қазан Home Flowers Ләззат. Қостым сізді, қабылдаңыз. Мен бірінші жазғаным баламды үй салайын десе, ешқандай жұмысшылар табылмайды ғой. Бәрі келеді, қымбат айтады, сонымен тура сенің айтқан бағаңда болады деп мен армандар тез орындайды медитацияны істеп жүрдім да бір күні. Тура сол айтқан бағасына жұмысшылар табылып, үйіміз бітейін деп тұр. Соңға бір жаққа барсақ та очередь нелерім бәрі тез келе қояды. Армандар тез орындайды медитацияны істеп қоямын. Жолда баратқан кезде істеп қоямын. Тез орындалады. Десем балам күледі ғой. Мама, сізбен жүру керек екен ғой, сіз тез кіріп шығады екенсіз дейді. Бір күні мен қаламауға жасадым. Жұмыста мұғалім болып істеймін. Соны бір кісі жазып бер, істеп бер дейді. Енді сөйтіп айта бергеннен кейін маған өйтіп айта бермей, өзі істесін өзінің жұмысын деп қаламауға жасаған едім. Тура сондай болды ғой. Өзім таң қалдым ше. Тура орындалады екен деп таң қалып тұрмын ғой. Жаңа ақша техникасын жасап жүрмін. Тың ақша түседі. Бүгіннің өзінде азанда артынша 5 минут болмай Каспий Голдың номері қандай деп жазып тұр да біреу ақша сажып жіберді. 1-2 жылдан бері гүлге қызығып жүргем. Бірден ұйқымнан оянған кезде мен гүл сатам, бизнес ашам дедім де. Бірден сол күні үйден гүл сатам, бизнес ашып жібердім. Жақсы жүріп жатыр. iPhone деп жазып қойған едім. Өзі iPhone бар еді. 13 жасайтын едім. Бар деп жазып қойсам, балам көріп алып 15 алып келіп беріп тұр ғой. Қуана алмайтын да ештеңеге. Сөйтіп әкеліп беріп тұрса, өзімен өзім ана қуанып, шынымен ба деп алыңыздар, ешқандай өкінбейсіздер. Рахмет сізге. Күшті, көрдіңіз бе? Мен өз тағдырым автор медитация курсынан кейін сізге ойланып отыратын уақыт болмайды сізде. Бірден бастап кетесіз ғой бәрін. Бастап көптен бері өзіңізге уәде беріп жүрген істі бітіріп тастайсыз. Яғни кәсіп ашасыз. Және сізде қорқыныш ешқандай болмайды. Өте ма заттарым, өтпей ма, ала ма, алмай ма деп уайымдамайсыз. Менің айтқанымды бірде-бір жасайсыз, техникаларды бірде-бір жасайсыз, болды. Клиенттер сізге кезекке келіп тұрады ғой, кезекке. Айттым ба мен сіздерге, бір авторым аяқ киім сатады. Сол жаңағы бүкіл техникалардың бәрін жасап шығады ғой үйден, жұмысқа барардың алдында. Сосын ол базарда жұмыс жасайды. Бутиктер бар ғой, бутиктер. Сол бутиктердің барлығында аяқ киімдер сатады дейді. Сосын жаңа техникалардың бәрін жасап жұмысқа барам дейді. Сол жұмысқа кірген сәттен бастап адамдардың барлығы кіріп, менің сол аяқ киімді қарап, ұнатып, сосын кезекке тұрады дейді ғой. Қолдарын ұстап отырады дейді бүйтіп. Жаңағы қашан болады? Мен қашан басқа клиенттерді ақшаларын алып жіберем, соларды күтіп отырады дейді ғой. Сонда басқа бутиктердің сататын сатушылары бүйтіп қарайды дейді. Не істеп жатыр бұл деген сияқты. Ал мен техниканы жасап бәрін қатырып жүрмін ғой дейді да. Бүкіл барлық адамдар менің бутигімнен алады дейді ғой. Аяқ киімді. Тіпті күтуге дайын отырады дейді, бүйтіп күтіп отырады дейді. Басқа бутикке бармайды дейді. Ол басқа бутикте де бар ол аяқ киімдер дейді да. Сонда қараңызшы жандарым, сол бұл энергия, бұл физика. Сондықтан қазір келіңіздер, қазір тіркеліңіздер. Сабақ 15 ақпан күні басталды, 24 ақпан күні тіркелу жабылады, 23:59-да. Бірінші тікелей эфир өтті, тікелей эфир сақталды. Сабақ тек қана телеграмда болады, телеграм арнасында болады. Барлық сұрақтарыңызға мен бізде 5 тікелей эфир болады, әр тікелей эфир 3 сағаттан, және де 26 медитация беріледі.
3-ші тікелей эфирдің соңында, 4-ші тікелей эфирдің соңында және 5-ші тікелей эфирде барлық сұрақтарыңызға жеке жауап беремін. Міне, сондықтан төлем жасап келіңіздер. Бағасы 155.555 теңге. Сізден сабақ алайын деп едім дейді. Қазір стористе Каспиге сілтеме бар, сол арқылы 155.555 теңге төлеп, телеграмға жіберіңіз. Телеграмға тіркеймін сізді бірден сабаққа. Ертең 2-ші тікелей эфир болады бізде. 1-ші тікелей эфир сақталып тұр авторлар арнасында. 2-ші тікелей эфирде ертең, яғни 22-ші ақпан ертең 14:00-де ақша техникаларын берем. Ақшаның заңдылықтары. Сіз ақшаңызды шашып жүріп, жинамай-ақ жиналады ақша. Білесіз бе соны? Соны жасаймыз ертең. Соны үйретем. 3 сағат болады. 14:00-ден 17:00-ге дейін болады сабақ. Сондықтан үлгеріңіздер, келіңіздер. Сосын жаңалығым бар айтатын, яғни доллар 2 есе немесе 3 есе қымбаттайды деп жатыр. 1200-1500-ге дейін барады деп естідім. Егерде доллар қымбаттайтын болса, курстың бағасын мен бірден 333 теңгеге өсіріп жіберемін. Сондықтан 155.555 теңге болып тұрған кезде келіп оқып алыңыздар. Қазір. Әлде қайда алда боласыздар. Курстың бағасы 155.555 теңге. Қазан Гүлайым ханым. Тағдыр хатын сатып алдым, енді сабағыңызды алғым келіп жүр. Дидар ханым, көп рахмет жазғаныңызға. Сіз қанша алдыңыз? 33.333 теңге алдыңыз ба тағдыр хатын? Сізге 122.222 теңге төлеп, сабаққа қатыса аласыз, апгрейд жасай аласыз. Гүлайым ханым, мен сізді қосайын. Миллион сабақтардың құны бар. Алыңыздар, өкінбейсіздер. Рахмет, Кәмшат ханым. Сабағыңыз өте керемет, күшті. Молшылық шегім орындалды. 2 орындалды. 2 бриллиант алдым. Қызым айфон алды. Балам мінезі дұрысталды. Алыңыздар, өкінбейсіздер. Сізге көп рахмет айтам. Міне, нақты нәтиже. Редпен алуға болама. Рассрочка бар 12 айға дейін. Яғни пайызсыз. Қолма-қол ақша қалсаңызда 155.555 теңге. Каспи 12 айға бар қазір. Ред 155.555 теңге болады. Халық банк арқылы 24 айға дейін бар пайызсыз. Оның да бағасы 155.555 теңге болады. Қазір алып қалыңыздар жандарым сол. Мен қаңтарда алдым, өте керемет. Оралхан ханым. Сіздің де күніңіз келер бір күні. Тікелей эфирге шығып, нәтижелеріңізбен бөлісесіз. Әзірше қазан қараша. Айгерім ханым, 1-ші тікелей эфирді көрмей, 2-ші эфирге қатыса беруге бола ма дейді? Болады. 2-ші эфирге қатысаңыз, барлығын жазып аласыз, мен айтқаным бәрін. Сосын кейін 1-ші тікелей эфирді көрген кезде барлығы түсінікті болады. Одан да түсінікті болады. Happy birthday Балбек ханым, мен сізді қайтадан қосайын. Мен шыдай алмай отырмын дейді. Жаным сол. Сабақты сатып алу үшін сіздің нөміріңіз керек. Меруерт ханым, рахмет сұрағаныңызға. Менің WhatsApp-ым жоқ. Бұғатталған WhatsApp-ым. Телеграмым бар тек қана. Сондықтан сторисімде Каспи төлейтін бар. Сол арқылы төлем жасаңыз. Сосын мені чекті телеграмға жіберіңіз. Сторисімде бар. Телеграмның сілтемесі. Телеграмға хабарласыңыз, өйткені сабақтар тек телеграмда болады. Вау, мен де февральдың 10 күні алып медитация үзбестен тыңдап, қызымды киноға шақырып қуанудамын дейді. Алдыңғысында ақылы түсіп едік дейді киноға. Бүгін тегін түсуге шақырды дейді киноға. Киноға түсуге шақырып жатыр. Вау. Менде мурашки болып жатыр, қараңыздар.
Қазан қараша. Он бесінші ақпанда, сабақ 15 ақпан күні басталды ғой, бізде тек авторлар арнасы бар. 15 ақпанда алған, сабақта сатып алған авторлар, 15 ақпан сабақ басталды ғой, 24 ақпанда тіркелу жабылады. Бізде тек авторлар арнасы бар. Біздер сабақ назарымызды тек сабаққа қойымыз керекпіз. Разия ханым, Мергенбаева Разия, Роза ханым. Қостым сізді, қабыл алыңыз. Екінші тікелей эфир ертең болады. 15 ақпан күні сабақта сатып алған авторларға екінші тікелей эфир ертең 14:00-де басталады. Роза ханым, мен сізге запрошение етдім, қабыл алыңыз. Ертең ақша техникаларын берем. Неге назар бір орында тұрмайды? Өйткені назар шашаған ғой, ой көп, ойлайтын ойлар көп та. Ондықтан ананы ойлап, бір уақытта, бір секундта сіздер бірнеше ойды бірге ойлайсыздар ғой. Енді бағдарламаланған болғасын. Ал біздер қазір назарды жаттықтыруымыз керекпіз нәтиже көру үшін. Бұл курс неше ай болады дейді. Бұл курс негізі 22 күндік курс, бірақ 4-ші тікелей эфирден кейін мен 4-ші тікелей эфир бітеді ғой, содан кейін мен 60 күннен кейін тағы да 5-ші тікелей эфир берем қорытынды. 5-ші тікелей эфирде соңғы мына жеке сұрақтарыңыз болса, барлығын қоя аласыздар, жауапты аласыздар. Сабақты алып үлгересіздер. 15 ақпан сабақ басталды, тіркелу 24 ақпан күні 23:59-да жабылады. Сондықтан тездетіп үлгеріп алыңыздар. Төлем жасап, түбіртекті менің телеграмма жіберіңіздер, мен сіздерді сабаққа бірден тіркеймін. Бүгін сабақты қалай аламын? Инстаграмда сторисімде Каспи бар, төлем жасайтын сілтеме. Соны басып, төлем жасап, сосын түбіртекті менің телеграмма жіберіңіз. Келесі стористе бар. Инстаграмда стористе бар. Он 15 ақпан күні курсты сатып алған авторларға екінші тікелей эфир ертең 14:00-де болады. Сабақтың бағасы қанша? 155.555 теңге. Сабақ қанша айға сақталады? 4 айға сақталады. Осындай кішкен нәтижелеріңізбен бөліссеңіздер, тағы да 2 айға созып берем. Сонда сізде доступ 6 айға болады. Редке процент қосылмайды. Редкемен алуға болады, процент қосылмайды. Процентті өзім төлеймін. Кырын 23 уай ханым, мен сізді қосайын тікелей эфирге. Кырын 23 у деген ханым, мен сізді қостым тікелей эфирге, қабыл алыңыз. Авторлар арнасында тікелей эфир болатын уақыттың кестесі бар, соған қараңыз. Сондай қиыншылықтан медитацияларың арқылы шықтым. Жақсымын әзір, жұмыстарым жақсы болып атырыпты, ойлағанларым болып атырыпты, қалаған затларымды алып атырман. Күшті, ұлыма күшті. Қарақалпақстаннан сізге сәлем. Соның үшін қатты қуаныштымын, сізге көп рахмет айтамын. Көп адамдар, енді бағдарламаланған адамдар ғой, олар жаман адамдар емес. Мына ой бәрін құртатын. Таңертеңнен кешке дейін сол ой адамды сол стресске ұшыратады. Адамға не керек? Адамға ең бірінші жанның тыныш болғаны керек. Жаның тыныш болса, болды. Өмірдің рахатын сен сүре аласың, ләззатын сезе аласың. Ал жаның тыныш болмаса, онда жаңағы жүйке жүйе ғой, жүйке жүйе тыныш болмаса, онда армандарда энергиядан материяға кірмейді. Сондықтан мен сіздерге беретін 26 медитация ғылыми дәлелдерге негізделген жүйке жүйеңді тыныштандыратын медитациялар. Міне.
Сондықтан келіңіздер жандарым сол. Менің жеке жүйем тынышталып қалды. 2 ақпанда сабақты сатып алдым дейді Айғаным. Ханым, жаным сол. Күшті ғой, иә. Медитацияларыңыз зор ғой, мен 15-іне алғам дейді. Міне, 15-ші ақпан күні сатып алған авторларда нәтиже көріп жатыр. Yes! Роза ханым, мен сізді қостым. Одан алдын қатты қиналып жүргенмін. Сіздің неңізді алғаннан кейін үйде өзгеріс болды ғой. Мен қалай жазам, солай бола бастады. Бірінші жазғаным денсаулығым болды. Одан кейін үйдегі атмосфераны жаздым. Қалай жазам, солай орындалады. Тура сондай болады да. Одан кейін баламды жаздым 30-ға келген. Жаздымдағыны бір апта өткеннен кейін өзім қалаға Шымкентке бара жатырмын. Таксиге отырып қойғам. Балам енді айтпайды ғой, қызым бар анау мынау деп. 30-ға келіп қалған. Мен уайымдаймын оны үйленбейді деп. Құдағи болайын деп жүрген қыздың мамасы звондайды. Осындай тәтті шай ішеміз деп. Жүрегім аузыма келді. Таксиде түсіп кеттім ғой. Мақұл, бүгін тәтті шай деп тәтті шай ішіп, сол жерде бәрі шешіліп, той болып кетті ғой. Құдағым да, құдағиым да жақсы. Барлығы таң қалдығы. Күшті той өткіздім. Кейін жаңағы залға перде, кілем, ана бес қалауға жаза бергем ғой. Богемский посуда жер. Оның бәрі маған кім әпереді деп өзім жазып қойғам, бірақ солай ойладым да, ойласам да, ана жазғаным бәрі орындалды ғой. Өзім Гринлиф деген компанияда кіріп ағам, жаңағы қыздар қасыма келеді, бірден 50-60 адамды кіргізіп, жаңағы неге мен сөйлесем болды, кіреді ғой ана қыздарда. Үйге келіп ана немді оқиым ғой, өтіп кеткендерін уже қалауымда. Мен соны жазып қойғам да, маған өздері келіп өздері кіреді дегенді жазып қойғам ғой. Өздері келіп тіркеледі, өздері келіп сұранады деп жазып қойған екенмін. Қалай жаздым, сол ой орындалып жатыр ғой. Рахмет жаным. Күшті. Гүлара ханым, Сайдовна ханым. Гүлара Сайдовна. Адилова Гүлара. Қостым сізді, қабылаңыз. Мурашкеге тыңқиып тойып отырмын ғой. Ішімде көбелектер ойнап жатыр еді. Гүлара Сайдовна ханым, мен сізге запрос жібердім, қабыл алыңыз. Сабақтың бағасы 155.555 теңге тұрады. Мен де рахмет айтайын деп едім, бір сөзіңіздің өзі мені кванттық кеңістікке лақтырады дейді. Жаным сол. Ақма 86 ханым. Келіңіз сабаққа. 10 еселеп табасыз ақшаны. Адам, өмір дейтін даму ғой, біздер дамуға инвестиция жасауымыз керекпіз. Дамуға инвестиция жасалмаса, адам өспейді, дамымайды. Және де мен де кезінде дамуға инвестиция жасадым. Көп деген ақша. Қымбат VIP сабақтарды сатып алып, соның барлығын мен сізге 155.555 теңге беріп отырмын. Ал мен оны өзім ең алғаш қалған сабағым 5 миллион теңге болды. 5 миллион теңге. Мен инвестиция жасадым өзімнің дамуыма, және де сол кезде өзімнің дамуыма инвестиция жасағаныма рахмет айтам ғой. Әйтпесе мен қазір осылай отырмас едім. Қазір осындай өмірді сүрмес едім. Сәтсіздікті өміріме шақырып өзім ешқандай жақсы өмір болмас еді менде. Сөзсіз бе? Инвестиция жасау керек. Ақшаны инвестицияға қою керек. Сонда ол еселеніп келеді. Сондықтан 155.555 теңге сатып алсаңыздар, Каспи Ред бар. 24 айға Халық банк арқылы
төлем десеңіздер пайызсыз ала аласыздар, пайыз қосылмайды үстіне. Қолма-қол ақша аламын десеңіздер де бағасы 155 теңге болады. Жандарым, сол ақша техникасын өзін жасау арқылы сіз шығарып аласыз оны еселіп тұр шығарып аласыз. Бүкіл кредіңіз жабасыз, және де кез келген ойыңыз шындыққа келіп бастайтын нәтижесімен бөлісіп отырған авторлар сияқты. Қашанғы жүресіздер осылай? Шаршаған жоқсыз ба сәтсіздіктен? Өмір оп-оңай, тек мына заңдылықты түсініп алсаңыздар, мен сол заңдылықты мен сізге ғаламның тілін үйретемін. Мен өз тағдырым автор медитация курсында. Мен барлығын айтамын. Мен ештеңе жасырмаймын сіздерден. Сабақта білесіз бе, курста? Біреуін айтып қалып, екіншісін айтпай қалу деген менде жоқ. Менде қалтамда қандай білім бар, соның бәрін жауап берем ғой сізге, бүйтіп. Соңына дейін дәлелдеп берем ғой, және олай қалай энергиядан материалға келетін, мен сізге дәлелдеп берем ғой. Көзіңізге көрсетіп берем. Қатты қуанасыз. Және де осы білімді сіздер өздеріңіздің отбасыңызға айта аласыздар, яғни балдарыңызға жасай аласыздар. Армандарды лезде орындайтын техниканы балаңызға жасай аласыз, егер де балаңыздың жұмыс жүрмей жүрсе. Қандай күшті. Гүлара ханым, қайтадан қосайын сізді, иә? Қазір. Гүлара ханым, қазір қосамын сізді. Ақша техникасын ертең сағат 14:00-де айтам. Мен өз тағдырым автор медитация курсында. 15 ақпан күні сабақ басталды, 24 ақпан сабақ жабылады, 23:09-да жабылады, 24 ақпан күні. Сондықтан қазір төлем жасап, қазір келіңіздер. Қазір бастасаңыздар, 2 сағат сайын жасайсыздар ақша техникасын. 2 сағат сайын ақша тың келіп бастайды сіздің өміріңізге. Бір төлемге бір номерді қосам. Қазір. Гүлара ханым, сізге запрос жібердім, қабылдаңыз. Қаламау күшті орындалады ғой дейді. Иә. Күшті ғой өмір. Гүлара Саидова ханым, мен сізді қостым. Қабылдаңыз. Шот жібересіз бе, қалай төлем жасаймыз дейді. Гүлжан ханым, менің жекеме дайректке жаза қойыңыз, шот неңізді, Каспи номеріңізді. Каспиге жіберейін ба, әлде Халық банкке жіберейін ба? Каспи арқылы төлейтін болсаңыз, менің сторисімде сілтеме бар, соны басып төле қойыңыз. Ал егер де Халық банк болса, онда дайректке менің өзіңіздің Халық банк телефон номерін жіберіңіз, Халық банкқа шот жіберем. Гүлара ханым, қосыла алмай жатырсыз ба? Гүлара ханым, сіз интернеттің жанында отырсыз ба, модемнің? Интернет жақсы болу керек. Ақша техникасы қанша дейді? Мен бөлек сатпаймын. Ақша техникаларын бөлек, армандар кезде орындайтын техниканы бөлек сатпаймын. Сатқымда келмейді. Неге? Өйткені мен білем. Оны бір-екі жасасаңыз, ол орындалады. Бірақ кейін ол орындалмай қалатын. Ол уақытша орындалады. Ал мен өз тағдырым автор медитациясы курсында мен сізге жүйке жүйеңізді тыныштандыруды үйретемін ғой, медитация арқылы. Жүйке жүйеңізді тыныштандырып алсаңыздар, бұл техникалар сіз мәңгі сізге қызмет етеді, бұл техникалар. Өлгенше қызмет етеді. Сосын сіз білесіз барлық жауапты. Яғни қай жерде не істеу керек, қай жерде не істемеу керек екен. Интуицияңызбен тілдесуді үйретемін. Мен алдағым келмейді сіздерді. Ақша техникасын бір бөлек сатып, армандарды лезде орындайтын техниканы бір бөлек сатып, алдағым келмейді мен сіздерді. Мен сізге шындықты айтамын, физиканы, нақты ғылымды. Мен сіздердің қапшықтап ақша тапқандарыңызды қалаймын. Қапшықтап ақша табу үшін сізге нақты білім керек, жүйе керек сізге. Мен соны берем. Және де бұл сабақты түсіндіріп айту үшін мен сізге 15 сағат уақытым кетеді.
5 тікелей эфир бар ғой бізде. Әр тікелей эфир 3 сағаттан. 5 тікелей эфир болады. Сосын 26 медитация болады. Медитацияның өзінде білім бар. Ненің істеу керек екен, ненің істемеу керек екен. Қайда төлем жасаймыз? Стористе Каспиім бар, немесе профилімде Инстаграмда. Каспиім бар, соған төлем жасап жібере қойыңыздар. Гүлара ханым, қайдадан қосайын сізді? Қабыл алыңыз. Қостым. Сәлеметсіз бе, жасым 53-те, отклонила дейді. Қайтадан қосайын сізді, Гүлара ханым? Айдын Гүлі ханым, жасым 53-те, Каспиден бөліп төлеуді қалай жасасам? Сторисімде Каспи төлеу бар сілтеме. Соны бассаңыз, немесе осы видеоның астында. Мен сабақты алдым деп едім, қайта қосасыз ба дейді. Я, менің жекеме хабарласыңыз. Телеграмма хабарласыңыз. Телеграмма хабарласыңыз, мен сізді қосам. Курстың құны 155.555 теңге. Каспирет бар. Алуа Ахмет, мен сізді қосай тұрайын. Я, интернет қосылып тұр, қабылданбай жатыр дейді. Окей, Алуа Ахмет, сіз қашан алдыңыз сабақты? Қазан қараша. Қазан қараша. Айгерім ханым, сізден тағдыр хатын алдым, 5 қалауым ақырындап орындалып жатыр, шүкір. Тағдыр хатын молшақ чегін жазып оқып жүрмін күнде үзбей. Супер. Медитативный состояниеде жүру үшін программадан шығу керек, я, дейді. Бағдарламадан шығу үшін сізге тек медитация көмектеседі. Я. Мына ескі бағдарлама бар ғой, сіз білмей жүрген әлі де мына шектеуші сенімдер бар. Мына ол және шектеуші сенімдер сіздің миыңызда өмір сүрмейді, ол денеңізде өмір сүреді. Сол энергия орталығы медитациясы бар, сол арқылы сіз шығарып тастайсыз бүкіл ескі бағдарламаның барлығын. 24 айға бөліп төлеуге бола ма? 24 айға Халық банк бар. Халық банк телефон нөміріңізді директіме жазыңыз, немесе телеграмма жазыңыз. Сізге қашықтан төлейтін шот жіберем. Бағасы 155.555 теңге. Мені қосыңызшы 8. Алуа ханым, қостым сізді, қабыл алыңыз. Алуа ханым, тыңдайық. Қараша. Сол 5 қалауымда жазған туылған күніме балаларым айфон алып береді деп жаздым да. Туылған күнім болған күні күйеу балам, қызым туған күніме келіп, маған телефон алып келді. Енді айфон емес, бірақ маған новый телефонға келіп берді. Ол да бір орындалған деп қуандым. Ағытыстарды жаздым да 5 қалауым біреуіне. Сөйтіп туған күніме тағы да сондай 3 базы келді ғой, ағытыс. Оған да қатты қуанып жатыр, міне орындалып жатыр, рахат, күшті деп. Кейін енді балам декабрьде онлайнға шықты. Алматыда оқитын еді университетте. Менің балам жақсы тапсырып шығады, барлық сабағын жақсы тапсырып шығады. 5-6 сабақ тапсырып, балам қуанып жатыр. Мама, мен сабақтарым бәрін жақсы тапсырдым деп, мен оған тағы қуандым. Одан кейін ол сабағы каникулы бітіп, енді барғаннан кейін квартира табылмай жатыр ғой. Содан мен жаңағы лезде орындалатын техниканы жасадым. Балам звондап тұр ғой, мама, күшті квартира тауып алдық 220 мыңға деп. Хозяиндері жақсы екен. Оған тағы қуанып жатыр. Мынау техника күшті орындалып кетті деп. Сізге мың алғыс, рахмет. Не деген күшті, мынау деген. Слай. Көрдіңіз бе? Өзгермейтін нәрсе жоқ. Гүлара ханым, қостым сізді, қабыл алыңыз. Гүлара ханым, қостым сізді. Айка ханым, рэппен қалай аламын Каспимен? Сторисіме кіресіз, сторисіме. Сол жерде Каспидің сілтемесі бар, соның басасы да. Сосын 12 айға бар, таңдайсыз. 12 айға, 6 айға, немесе 3 айға таңдауға болады қазір.
сол 12 айда басасыз, сөйтіп төлейсіз 155.555 теңге. Сабақ қалай өтеді? Сабақ тікелей эфирлер арқылы өтеді. 5 тікелей эфир болады. Яғни бірінші тікелей эфир өтіп кетті, сақталып тұр авторлар арнасында. 5 тікелей эфир болады. Әр тікелей эфир 3 сағаттан. Сосын 4-ші тікелей эфир мен 5-ші тікелей эфирдің арасында 60 күн болады. 60 күннен кейін берем. 5-ші тікелей эфирде өткен 60 күннің ішінде сабақтарды қайта тыңдау арқылы, техникаларды жүйелі түрде жасау арқылы, өзіңізді тыңдау арқылы, интуицияңызды, мен тілдесуді үйренесіз, мен сізге үйретем қалай тілдесу керек екен. Солардың барлығын жасап, 5-ші тікелей эфирде мен сізге соңғы қалған қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарыңызға барлығыңызға жандарым сол жеке жауап берем. Бұл топтық курста барлық сұрақтарыңызға жауапты аласыз ғой. Дейсіз ғой, міне түсіндім деп. Міне. Гүлара ханым қосылмай жатыр ма? Баха ханым, көп рахмет. Баха Каримова ханым. Телеграмма жібердіңіз бе чекті? Сторисімде телеграмның сілтемесі бар, соны басасыз да телеграмға өтіп, чекті сол телеграмға жіберіңіз, мен сізді бірден тіркеймін. Жиырма 26 медитация болады, 5 тікелей эфир болады. Сосын 3 видео сабақ бар. Мына сізде бір ой болды ма? Мынандай. Осы миллиардерлер, солар қалай өмірге көзқарасы қандай сол миллиардерлердің? Бұл курста сіздерге миллиардерлердің күнделікті ойлау жүйесін берем. Бұл медитация, соңғы медитация. Ой, дейсіз ғой. Сосын жаңағы өзіңіздің ескі нұсқаңызбен қоштасып, өзіңіздің жаңа нұсқаңызға айналасыз. Жаңа нұсқаңызға айналған кезде сіз өзіңіздің ескі нұсқаңызға бара алмай қаласыз. Яғни сіз күнде өскіңіз келіп, дамығыңыз келіп, техникалар жасаған кезде, олар энергиядан материяға кіріп бастаған кезде, яғни шындыққа келген кезде, армандарыңыз орындалып бастаған кезде, дейсіз ғой, тоқтай алмай қаласыз ғой сіз. Өз өміріңіздің авторы боласыз нағыз. WhatsApp номеріңіз бар ма? Менің WhatsApp номерім бұғатталған. Менде тек Telegram бар. Сондықтан Telegramға жазыңыз. Сторисімде Telegram бар, Telegramға жазыңыз, сілтеме бар. Немесе Instagramда профильде Telegramның сілтемесі бар, соған басыңыз, соған хабарласыңыз жаным. Мен WhatsAppқа жазбаңыздар, WhatsApp бұғатталған. WhatsApp мені шығарып жіберді ғой, WhatsAppтан. Тек Telegramды қалдырды. Telegram бар. Сосын сабақтар Telegramда өтеді. Телеграмда, яғни авторлар арнасы болады Телеграмда. Сосын Zoomда өтеді. Zoom мен Telegram керек бұл жерде. Болды, басқа ештеңе керек емес. Замза ханым, қосамын сізді сабаққа. Жаным, сол Телеграмға жазыңызшы. Инстаграмда Телеграм бар, Телеграмға жазыңыз. Хабарласыңыз Телеграмға. Құдай сізді бізге бере салған ғой дейді. Жаным, сол Салтанат ханым, рахмет бөліскеніңізге. Білесіз бе, мен сіздерді Құдайдан өзім сұрап алдым ғой. Өмірін өзгерткісі келетін, қашықтап ақша тапқысы келетін, бірақ қалай екен білмей жүрген адамдар болса, мен білімді берем. Барлық білімімді ашық айтам. Мен, білесіз бе, не білем, соның бәрін жайып берем ғой мен сіздерге. Курста. Және де нақты жолдарын көретем. Сосын бар ғой, сіз оны жасаған кезде, сіз түсінесіз. Опа, осылай екен ғой деп. Ғаламның тілін түсініп аласыз ғой. Мен ғаламның тілін білем ғой. Нені істеу керек, нені істемеу керек екен, нақты айтам. Осыны тек өміріңізде тек қана бір рет қана үйреніп аласыз, болды. Жастарыңыз 90-ға келгенше дейін жасайсыздар ғой. Жасасаңыздар бар, жасамасаңыздар жоқ қой сосын. Өмір сондай болып жасалған екен. Сондықтан жандарым, сол келіңіздер. Қашықтап ақша табамын десеңіздер. Тіпті зейнеткер болсаңыз да, балаңыз қашықтап ақша тапқанын қаласаңыздар, келіңіздер.
Міне. Менде Zoom жоқ, не істеймін? Zoom'ды скачать етіп алуымыз керек болады. Доступ 4 айға беріледі. 4 ай. 4 ай доступ беріледі, сосын осылай тікелей эфирге шығып нәтижеңізбен бөліссеңіздер, 1-2 минутқа, мен сізге тағы да 2 айға созып беремін. Сонда доступ сізге 6 айға болады. Неге мен 6 айға беріп отырмын доступты? Өйткені 6 айдың ішінде сіз барлығын жасап, оқып, жаттығып, бізде тәжірибе бар ғой, практика бар бізде. Біздер практика жасаймыз. Практикамен сіз бәрін жаттап алуыңыз керексіз. Өйткені 7-ші айда мен сіздердің мына ұялып отырғаныңызды қаламаймын. Мен сіздердің енді кейбір адамдар, енді бағдарламаланған адамдар кез келген нәрседен ұят деп, өздерін жағымсыз сезінеді ғой. Анау да ұят, мынау да ұят деп та. Сол ұятсыз боласыздар ғой. Кәсіп ашуға бастап кетесіз. Кім не айтады дегенге мән бермейтін боласыз. Мен сіздердің мен сондай дәрежеге жеткендеріңізді қалаймын. Сол үшін мен 6 айға беріп отырмын. Жүйелі түрде жасап бітіріп тастайсыздар да, болды, бітті. Сосын 7-ші айда, мысалы, медитациялардың арасында шектеуші сенімдердің арылу медитациясы бар ғой, мысалы. Сіз 7-ші айда шектеуші сенімдеріңіз болмай, мына 6-ші айдың соңында делік, шектеуші сенімдердің арылу медитацияны тыңдаған кезде, сізде мен тыңдай алмаймын на медитацияны, менде шектеуші сенім жоқ, мен арылдым одан деген дәрежеге жетіңіз керексіз ғой. Мен сізді сондай дәрежеге, мен сапалы автор шығарам. Сондықтан 6 айға беріледі доступ. Ал негізі бағдарламаны 63 күнде жоюға болады. 63 күнде, бұл ғылыми түрде дәлелденген факт. Ұзақ, жылдар бойы оқып, жылдар бойы нәтиже көре алмай жүрген, ол өтірік. Нәтиже 68 секундтың ішінде болады негізі. Энергиядан материя керетін. Сондықтан келіңіздер, қазір үйреніп аласыздар. Медитацияға отырып алмаймыз ба, үйреніп аласың дейді. Үйреніп аласыздар. Және де мен сізге кейін айтам сабақтың соңында, 5-ші тікелей эфирде. Сабақ біткеннен кейін не істеу керек екенін айтам. Ары қарай тағы да жолдар бар. Бұл өмірде бар ғой, я. Күшті ғой өмірде. Барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Курстың бағасы 155 555 теңге. Мен балаларыма 2 телефон алдым деп жазғам, iPhone 15 деп, және Redmi жазған 2 телефон алып бердім наличка ақшаға дейді. Супер, Гүлмира ханым. Көрдіңіз бе, местерген наличкаға, қолма-қол ақшаға кез келген нәрсені сатып алуды үйретемін. Гүлара ханым, қосам сізді. Қостым, қабыл алыңыз. Саламатсыз ба, менде 3-ші медитация ашпай тұр дейді. Авторлар арнасында очистить кэш деген бар, соны жасауыңыз керексіз. Сосын телеграмды толықтай өшіріп, қайта қосуыңыз керек болады телефоныңыздан. Сонда қосылады ол. Бұл авторлар арнасында жазылып тұр, қалай ашу керек екен, соны жасаңыз, ашылады міндетті түрде. Ал егерде телеграм арнадан шығып кетіп жатырсаңыздар, маған хабарласыңыз, мен сізді қайтадан қосам. Негізі очистить кэш және телеграмды телефоныңыздан өшіріп қайта қосу, ол сізді авторлар арнасынан шығармайды. Курстағы медитациялар ютубтағы медитациялардан бөлек пе? Әрине. Және айырмашылығы жер мен көктей. Ютубтағы медитациялар ұнаса, минус тағдырма автор медитация курсындағы медитациялар 100 есе артық, 100 есе керемет, және де олар ғылыми дәлелдерге негізделген. 155 555 теңге тұрады бағасы. Zoom не үшін керек? Ертең 15 ақпан күні сабақты бастаған авторларға 2-ші тікелей эфир болады, 14:00-де ақша техникаларын берем. 14:00-де, яғни мен авторлар арнасына Zoom арқылы тікелей эфир өткізем ғой. Сондықтан Zoom-ды жүктеп алыңыздар.
Зумды скачать ете алмаймын, онсыз бола ма дейді. Зумды скачать етіп алыңыз, оңай зумды скачать етіп алу. Айналаңызда адамдардан сұраңыз, жастардан, қалай зумды скачать етуге алу керек. Сосын тест жасаңыз, жасап тұрған. Бауырымның ақша табуына көмектесе алам ба? Әрине. Әрине. Сабақ 15 ақпан күні басталды, тіркелу 24 ақпан күні 23:59-да жабылады. Сондықтан келіңіздер. Қазан қараша бар ма арамызда? Қазан қараша? Жаза кетіңіздер. Мен төлем жасаймын, Каспиймен мамамды тіркеймін дейді. Тіркеңіз. Келіңіз жаным сол. Мына аналар әсіресе техникалар жасап отырса балдарына. Мен арасында бүйтем ғой. Жағы техникаларды мен армандар лезде орындайтын техникамен ақша техникасын 2 сағат сайын жасап тұрым керекпін ғой. Мысалы, мен қазір тікелей эфирде отырмын, иә? Тікелей эфирде отырмын. Тікелей эфирдің алдында келердің алдында мен армандар лезде орындайтын техникамен ақша техникасын жасап келдім. Енді арамызда енді тікелей эфирде арасында 3 сағат отырамын ғой, 3 сағат. Сол кезде мен жағы жолдасымды жұмсап жіберем ғой. Күйім айтам, ана ақша техникасын мен үшін жасап жіберші деймін ғой. Ол аратта жасап жібереді. Күшті жұмыс жасайды. Сөйтіп, балдарыңызға да үйретіп қойып, өзіңізді үйреніп алып жасасаңыздар болады. Бағасы алдағы уақытта өседі бұл курстың, сондықтан үлгеріңіздер. Ақшолпан ханым, сіз сабақты қашан алдыңыз? Төлем жасап түбіртекті жіберіңіз, мен сізді курсқа тіркеймін. Медитация кезінде ұйықтап қаламын дейді, одан эффект бола ма? Жаным, сол ұйықтап қалсаңыз, ол сіздің ұйқыңыздың жеткілікті болмағаннан, соңғы мысалы 1 ай бойы сізде жақсы ұйқы болмағаннан, сіздің денеңіз, жүйке жүйеңіз шаршаған ғой. Сондықтан ұйықтап қалсаңыз, медитация кезінде ұйықтап алыңыз. Жүйке жүйеңіз шаршады. Ұйқыңызды қандырып тұрып, сосын жасаңыз. Сонда ұйықтамайсыз. Галима ханым, қараша 1970. Қостым сізді, қабыл алыңыз. Сіз басқаларға ұқсамайсыз дейді. Рахмет жазғаныңызға. Шуга 1706 ханым, мен сізге народныйға қазір тікелей эфирді бітіремін ғой, содан кейін де берем, народныйға шотты. Зумды телефоныма жасай алмаймын, онсыз болмай ма дейді. Зумға кіре алмасаңыз, онда тікелей эфир сақталады. Сақталғанды қарай аласыз сонда. Тікелей эфирге кіре алмасаңыз, сақталады тікелей эфирлер. Барлық тікелей эфирлер сақталады. Кейін қолыңыз бос болған кезде қарап аласыздар. Мен 27 қараша Гүлнар ханым. Гүлнар ханым, сізде выйти деген жоқ екен. Сізге доступты ашу керек тікелей эфирге шығу үшін. Тіркелдім курсқа арнаға дейді. Я, бізде тек қана телеграм арнасы бар. Тек бір телеграм арнасы бар. Екі-үш адам бірігіп сабақ алса бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Бір адамға бір номерді тіркеймін, бір төлемге. Неге? Өйткені әр адамның
Қараңыздар, сіз нәтиже алу үшін келесіз. Нәтиже алу үшін сізге жүйелілік керек. Медитацияларды сіз жүйелі түрде тыңдауыңыз керексіз. Сондықтан әр адам өзіне сатып алған дұрыс. Жандарым, сол айтып отырмын ғой, сатып алыңыздар. Еселеп аласыз ақшасын. Және де мен сізге ең оңай, ең мына бүткіл мына қанша жылдан бері жинап жүрген курстарым барлығы бар ғой, өткен, солардың барлығын біріктіріп сізге беріп отырмын ғой. Ең оңай жолмен айтамын сізге. Мен мына сабақты, неше түрлі сабақтар алдым ғой. Кейбір сабақтарда біреу бар, екіншісі жоқ. Басқа сабақтарда анау бар, мынау жоқ. Сондай болды да. Сондықтан мен ана сабақтың, мына сабақтың барлық ең күшті сабақтардың барлығынан, дүниежүзінің ең үздік коучтардан сабақтарды алып, барлығын біріктіріп, мен сізге 155.555 теңгеге беріп отырмын. Бұның ішінде бәрі бар. Қарым-қатынас, ақша, қиын жағдайдан қалай шығу керек. Кез келген мына күйеуіңіз сіздің айтқан тыңдаған қалайсыз ба? Сабаққа келіңіз, үйретем. Бәрінің шешімі бар. Галима ханым, қостым сізді қайтадан, қабыл алыңыз. Сіздің сабағыңызды алып, өміріміз өзгеріп жатыр. Күйеуіммен ара қатынас бәрі жақсы. Қатты өзгеріп жатырмыз, иә. Қызымның да жетістіктері көп. Физкультурадан сабақ беретін. Сіздің техникаңызды айтып, орын алып келіп жатыр да. Сіздің сабағыңыз енді қатты өзгеріс әкелді өмірімізге. Мына нерв жүйелері бәрі өзгеріп, тыныштық пайда болып, мына өмірімде осы тері ауруынан құтылайын деп, кішкене болса да жазылып жатырмын. Әйтпесе көп уақыт қатты қиналдым. Техника жақсы жұмыс жасайды. Сізге рахмет. Доступ телеграмда болады, телеграмда болады, сабақ телеграмда, сосын зумда болады. Сондықтан келіңіздер, кешігіп қалмаңыздар. Орындар тез толып жатыр. Әйгерім ханым, мен сіздің VIP сабағыңызды алғым келіп жүр дейді. Алыңыз. VIP сабақтың бағасы 1.555.555 теңге тұрады. Жаңағы топтық курстың бағасы 155.555 теңге тұрады. Топтық курс пен VIP-тің айырмашылығы негізі жоқ. Айырмашылығы тек жеке өтуде. Мына топтық курста түсіндіріп беретін нәрсенің барлығын мен VIP сабақта жеке түсіндіріп берем. Яғни сізбен жеке жұмыс жасаймын, жеке тек өзіңізге. Енді топтың аты топ. Топта да мен барлық білімімді берем. Мен ештеңені қысып қалмаймын, ештеңені айтпай қалмаймын. Нақты жауап бар менде барлығына. Ғаламның тіліне. Алыстағы балдарға әсер бола ма? Әрине. Жолын ашып бере аласыз сіз. Алыстағы балдарыңыздың жолы ашылады. Гүлара ханым, қосып көрейін. Қостым, Гүлара ханым. VIP сабақ қанша болады? VIP сабақтың бағасы VIP сабақтың бағасы 1.555.555 теңге болады. Топтық курстың бағасы 155.555 теңге болады. Каспи редпен алсаңыз болады, иә. VIP-ті де Каспи редпен алуға болады, топтықты да редпен алуға болады. Жиен немерелерге деме дейді. Әрине көмектесе аласыз, жаным сол. Әулетіңіз бай қуатты болады ғой. Сабақты алсаңыз. Әулетіңізбен бай боласыз. Және сіздің жазған мына тағдыр хатыңыз, оқығандарыңыздың барлығы сіздің отбасыңызға келеді. Дуа жынды кетіруге бола ма дейді. Келіңіз, кетіруге болады. Мен сізге код берем. Тіл көз текпетуден, жаңағы дуаланудан қорғаныңыз келсе, оған код бар, әдейі код бар. Сол кодты берем. Сол кодты қолданасыз, болды. Көзде тимейді, тілде тимейді, дуада тимейді ешкімнің. Енді қараңыздар, миллиардерлер, неге миллиардер? Олар
табыстары ай сайын өсіп жатыр ғой миллиардерлердің. Неге оларға көз тимейді? Өйткені олар сол кодты күнде қолданады. Сондықтан оларға көз тимейді, сондықтан оларға дуа тимейді. Сабақтың бағасы алда осылай қалай береме дейді. Сабақтың бағасы негізі өседі, мен өсірем деп отырмын. Жаңа доллар қымбаттаса, мен бірден өсірем. Каспи рассрочка бар. Иә. Каспи рассрочка бар, 155.555 теңге болады. Алып алыңыздар қазір. Сабақ 6 айға ғана пайдаға сама дейді, иә. 6 айдың ішінде бәрін жаттап аласыз. Сізге бұл сабақ керек емес болып қалады, өйткені сіз оның бәрін білесіз. Қазір сізге үйрену керек, қазір сізге білу керек. Кодты мен өз тағдырым автор медитация курсында айтамын. Иә, код 155.555 теңгеге кіреді. Бүгін төлесем, курсқа қалай өте аламын дейді. Төлем жасаңыз, түбіртекті менің телеграмма жіберіңіз, бірден сізді сабаққа қосам. Бірден сізді сабаққа тіркеймін. Замза ханым, мен 4 айдың алдындағы чекті қайдан табам, сізге неше рет жаздым телеграмға, сіз ба әлде басқа ма чек сұрап қайта дейді. Иә, мен чек сұраймын ғой. Сабаққа тіркелу үшін, сіз сабақтан шығып кеттім деп отырсыз ғой телеграмнан, қайтадан кіргізу үшін мен сізге чекті сұраймын. Яғни чекті қайдан аласыз? Каспиіңізге кіресіз, төлемді қашан жасадыңыз? Сол уақытқа барасыз да, сол жерден чекті басып таба аласыз. Чекті табу оңай. Сосын немесе мына Каспидің мына несі бар ғой, қызметкерлері. Каспиге хабарласыңыз, чат бар ғой Каспиде, жазыңыз, мен осы күндері чек алып едім, соны қайдан табам деп көмек сұрасаңыз, олар сізге айтып береді. Денсаулыққа көмектесе ме? Әрине көмектеседі, жаным сол. Бұл сабақпен онкологияны жеңіп жатыр адамдар. Каспи рассрочка қалай аламыз? Төменде курсқа тіркелу сілтемесі бар, телеграм канал, соны басып кіріп аласыздар. Немесе мына сторисіме кіріңіз, инстаграмда сториске. Сол жерде курсқа тіркелу Каспидің сілтемесі бар, соны басып, төлем жасап, чекті менің телеграмма жіберіңіздер. Окей, ал келіңіздер, баршаңызды күтем. Орындар тез толып жатыр, сондықтан үлгеріңіздер. Қайталанатын өмірлік сценарийдан арылуға бола ма? Әрине, бірден арыласыз. Түбегейлі тазаланасыз. Сол дәрігер Джо Диспензаның медитациялары бар менде. Яғни энергия орталығы. Сол арқылы тазаланасыздар. Дәрігер Джо Диспензаның сабағын мен сізге де, яғни сол сабақта кіреді негізі барлығы. Сол ғой барлығы бір тақырып. Мен сізге оп-оңай жолмен жеткіземін. Сабақ баяғыда басталып кеткен сияқты ғой дейді. Баяғыда емес, 15 ақпан күні басталды. Бірінші тікелей эфир сақталды. Және де сіз көріп ала аласыз кез келген уақытта. Бүгін алсаңыз, бүгін берем доступты телеграм арнасына. Бірден сабаққа кірісіп кете аласыз. Сабақтар сақталады ғой, көрдіңіз бе? Бірінші, екінші тікелей эфирде сұрақтарыңызға жауап бермеймін, өйткені тек қана сабақтар болады. Үшінші тікелей эфирде сабақ болады, сосын сабақтың соңында үшінші тікелей эфирде сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Сондықтан әзірше сіздерге мен берген сабақты қайта-қайта тыңдап, конспект жазып, қорытып алу керек. Және бірде-бір жасауға тырысуыңыз керексіз.
Қайталанатын сценарийлерден құтыламын ба дейді. Әрине құтыласыз. Келіңіз. Қайталанатын сценарий тоқтайды. Қарашада алдым, мені қосасыз ба? Авточехол. Қостым сізді, қабыл алыңыз. Ораза ұстап жүргенде бола ма дейді. Әрине жаным. Сіз ораза айы ол не? Ол артық ойлардан тазалану. Ораза айында бұл сабақты өту өте керемет. Сіздің ниетіңіз, сіздің мына ораза айының қасиетті айда армандарыңыз лезде орындалып бастайды. Өйткені қазір қасиетті ай ғой. Ораза айында алыңыздар. Күшті. Кванттық секірісті тез жасайсыздар. Армандарыңыз лезде орындалып бастайды. Тазарасыздар. Ораза айы не? Тазару ғой. Шектеуші сенімдерден, жағымсыз сезімдерден тазару ғой. Ал мен өз тағдырым автор медитация курсында тазарудың көкесі менде бар. Тазартып берем. Тазартқаныңыз сонша сізде тіпті мәңгі тазарасы ғой. Мәңгіге тазарасы. Шектеуші сенімнің барлығына араластар. Түсінесіз өмірге көзқарасымыз түбегейлі өзгереді. Рассрочкаға қаншадан төлем болады дейді. Рассрочкаға қазір айтайын. Он екі айға 13 000 теңге болады 12 айға. 13 000 теңгеден төлейсіздер ай сайын. Оны бірден жауып тастайсыздар ақша техникасын жасап. Осылай. Келгендеріңізге көп рахмет. Жандарым сол. Закира ханым. Гүлзахира ханым. Қостым сізді, қабыл алыңыз. Сразу неден бастарын білмедім да. Қызым үй алсыншы декабрьде деп жаздым. Сенесіздер ма? 9-шы күні үй алдық. Біз қызымызға Шемсетеден, бизнес класстан үй алдық. Теплица саламыз деп жүргенбіз, екінші теплицамызды. Bir қой алуға ақшамыз жоқ еді. Біз бір айдың ішінде екінші теплицамызды бітірдік. Айта берсем өте көп қой енді көп. Мен қалпақ алайыншы нормально, ерекше десем қалпақ алатырмын. Шалбар алайыншы десем ерекше шалбар алып жатырмын. Мен ертең қыдырам десем қыдырып жатырмын. Мен Қазақстанның басқа қаласына қыдырғым келеді, батысты көрмегем десем, мен класстасым батысқа қызы тұрмысқа беріп жатыр екен, құдалыққа жүрсе дейді. Неге қазір 3 айдан бері қарай қалада тұрып жатырмын. Күйеуім деген апта сайынға барады ғой. Күйеуіме жақсы боламын десеңдер де алыңдар, еліммен жақсы боламын десеңдер де алыңдар. Кәсіпкерлердің ақша көп болсын десеңдер де алыңдар, қыдырам десеңдер де алыңдар. Кинодан көрмеген, мен ауылда тұрамын, мен ауылды жерде тұрамын. Қазір театрларға барамын. Не деген керемет мына театр. Тек айтатыным өшір ең маңыздысы айналайын Қазақстан. Алыңдар. Не істеймін десеңдер де, не қылам десеңдер де, өмірде не керек, соның бәрі орындалсын десең, нормальный өмір сүрем десеңдер, алыңдар. Сонымен төлем жасау Каспи. Инстаграм сторисімде бар, сол төлем жасап, түбіртекті менің телеграмма жіберіңіз, бірден сабаққа сізді қосамын. Ертең сіздерді сағат 14:00-де мен өз тағдырымның автор медитация курсының 2-ші тікелей эфирінде Zoom-да күтемін. Дайындап беріңіздер, ақша техникаларын беремін. Келгендеріңізге көп рахмет. Ұстап жатырған оразаларыңыз қабыл болсын. Құшақтадым, сөйтіп.